Ерте заманда бір кедей етікші болыпты. Бала шағасы көп екен. Үй ішін асырау үшін ол ел аралап, қобдиын құшақтап жүріп, етік тігіпті. Күндердің күнінде қобдиын қолтықтап, таныс емес бір ауылға аттанады. Етікші адасып кетеді. Түн болады. Ақырында етікші далада жалғыз тұрған иесіз үйге кездеседі. Иесіз қыстаудың ішіне кірген етікші пештің үстіне шығып, қобдиын басына төсеп жата кетеді. Бір уақытта маңдайында жарқыраған жалғыз көзі бар бір еңгезердей дәу кіріп келе жатыр. Пеште жатқан кім? Деп сұрайды дәу. Етікші. Бұл етікші Деп жауап береді. Бізге керек шебер етікшімсің? Дейді. Сонан соң дәу ертеңге дейін бір керемет етік тікпесең, басында алам деп шарт қойып, пеш үстіне жатып ұйқыға кіріседі. Етікші ішінен: енді өмірім жойылды. Өліп кетсем, бала шағамды кім асырар екен? Деп үрейленеді. Амалы таусылған етікші таң атқанша отырып, ғажайып етік тігеді. Етіктің сыртқы көрінісінің басқа етіктерден айырмашылығы жанатын өрнектер болды. Ал оның бір керемет қасиеті, аяғына киген адам аспанға қалықтап ұшып, баратын жеріне лезде жетіп барады. Осылай етікші қашуды ойластырыпты. Ол бөлмені аралап сандық тауып алады. Етікші темір сандықты әзер дегенде ашады. Оның іші толған алтын күміс екен. Бұдан кейін етікші алтын мен күмісті керегінше алып, ғажайып етігін киіп, үйіне ұшып келеді. Етікші балаларына аман есен жетіп, дәуден алған байлығы оның өмірінің соңына дейін жетіп, жартысын кедей халқына бөліп беріпті.